Наурыз, табиғаттың жаңарып, көптен күткен ояну уақыты. Қазақтар үшін бұл мереке махаббат, құнарлылық және достық салтанатының символы болып табылады. Алайда Наурыз тойлау бұл жай ғана көңілді іс-шара ғана емес. Сонымен қатар керемет спорттық компоненттері толған мереке. Наурыздың мерекелік 10 күндігінің 19 наурыз күні ұлттық спорт түрлеріне арналған. Ең танымал ойындардың бірі тоғызқұмалақ. Бұл тақтада логика мен тапқырлыққа арналған үстел ойыны. Ойынның басында ойыншылардың әр қайсысында 9 тесікке арналған 9 шар бар. Сонымен қатар тақтада қазан деп аталатын тағы 2 сақтау тесігі бар. Ойынның басты міндеті тастарды ойын тесіктеріне ауыстыру. Оларды мүмкіндігінше қазанға жинау. Тоғызқұмалақ ойыны 4-5 сағатқа созылуы мүмкін. Бұл ойын ежелгі кездегідей танымал болды. Ойыншылар ойын тақтасы болмаса да, жерде ойнауға арналған тесіктерді қазып алуы мүмкін. Тоғызқұмалақ біздің заманымызда да танымал, және оның сүйетіндердің саны жыл сайын артып келеді. Наурыз күндеріндегі тағы бір танымал ойын ежелгі көшпенділер ойындарының бірі асық ату. Этнограф ғылымдарының пікірінше, ол Қазақстан аумағында біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықта пайда болған және мал шаруашылығымен, аңшылықпен байланысты. Асық ойнау үшін қымбат, күрделі жабдық және ерекше жағдайлар қажет емес. Ең бастысы, тізе буының сүйектермен қаралану және оларды орналастыруға болатын бос орның болуы. Наурыз көңілді әндермен спорт түрлеріне арналған баршамызға ортақ мереке.